Ассалаумағалейкум арма қазақ, қайырлы кеш құрметті грант сүйер қауым. Так, қазір 1 минут. Мен камераны қосып алайын. Так. Ал, тағы да сәлем, бұл Райым ағай. Жалпы бүгін математикалық сауаттылықтан УТО сайтынан алынған пробный нұсқаны қарастыратын боламыз. Негізінде ол сайтта 3 нұсқа бар еді, мен соның біреуін қазір талдағалы отырмын. Сонымен бастайық. Так. Айтпақшы басталмай тұрып ескерте кетейін. Негізінде бұл тестті сен видеосын көрмей тұрып, өзің тапсырып көрсең болады. Сілтемесін мен астында қалдырып кеттім. Сілтемеге кіріп, тестті тапсырып көр. Ешкім саған баға қоймайды, ешкім сенің балыңды көрмейді. Просто өзіңнің қай есептен қателесесің, қай есептен қателеспейсің, өзіңнің бағыңды бір сынап көресің. Ал талдауы осы видеода, яғни ішінде қандай есептерді шығара алмайсың, осы видеодан көріп аласың. Менің ойымша өте тиімді деп ойлаймын. Және де ескерте кетейін, мына жерде мен мінекей мынау сайттың өзі және тайм-код қалдырып кетем астында. Ол тайм-код дегеніміз, мысалы, сен егер әр есептің өзінің тайм-коды болады, яғни уақыты мындай көк жанып тұратын. Мысалы, сен 4-ші есепті түсінбей қалсаң, немесе шығара алмай қалсаң, тура сол 4-ші есептің уақытына барып басып қалсаң, сол уақытқа дәл алып келетін болады. Әрине, енді бұл сенің уақытыңды үнемдейді деген ойдамын. Сонымен кеттік, бастайық. Бірінші есеп, егер логикалық амал мына түрде берілетін болса, онда 7 мен 2 өрнегінің мәнін табыңыз дейді. Өте оңай есеп. Просто n-нің орнына 7-ні қоямыз, m-нің орнына 2-ні қоямыз. Сонда 7 мынандай белгі 2 тең болады екен 7 минус 2, 7 плюс 2. Өрнектің орнына қоя саламыз. 7-тен 2-ні алсақ 5, көбейтеміз, 7-ге 2-ні қосатын болсақ 9. Сонда бізде 45 деген жауап болады екен. Бірде D. Келесі, екіншісі, көбейтіндісі 210 болатын тізбектелген екі натурал санның үлкенін табу үшін құрылған теңдеу. Так, 1 минуттан жерде жарықтан менде проблема болып тұр. Все. Ал кеттік. Осындай жалпы теңдеуін құру керек. Қараңыздар, тізбектелген деген сөздің мағынасы бізде көршілес дегенді білдіреді. Мысалы, 7-нің тізбектесі 8, 8-нің тізбектесі мысалы 9 деген сияқты. Енді қараңыздар, бұл жерде дұрыс емесін сызып тастау арқылы шығаруға болады. Көбейтіндісі дегеннен кейін теңдеуде міндетті түрде көбейту болу керек. Ал бізде мысалы Е жауабы бөлу болып тұр. Оны сызып тастаймыз, қате. Д жауабы да бөлу, С жауабы да бөлу. Енді А мен Б ғана қалды. Қараңыздар, бізде тізбектес деген мысалы бірінен екіншісі айырмасы тек біреу ғана болу керек. Мысалы, В жауабы бізде дұрыс. Ол не үшін? Мысалы, X-тің орнына бір сан қойып көрейікші. X тең мысалы 6 болсын. Онда келесі мынау X минус 1 дегеніміз ол 5 деген сан. Яғни 6 мен 5 бір-біріне қандай? Көршілес. Ал енді мысалы А жауабына қойып көрейік. А жауабында мысалы X тең 6 болса, келесі сан уже 8 болып кетеді. 6 мен 8 ол көршілес емес, тізбектес емес. Сондықтан да В жауабы бізде дұрыс болады. Тізбектес сандарды былай келтіреміз. Мысалы, біреуін X десең, онда келесісі X плюс 1 болу керек. Немесе X десең, келесісі X минус 1, яғни оның алдындағы сан дегенді білдіреді. Сонда А жауабы да қате, В жауабы дұрыс болады. Үшіншісі, жазықтықта кез келген үшеуі бір түзудің бойында жатпайтын 7 нүкте берілген дейді. Мысалы, ойдан алайық. А деген нүкте, Б деген нүкте, С деген нүкте, Д деген нүкте, Е деген нүкте, А, Б, С, Д, Е жетеуі керек бізге. F, G деген нүкте бар. Осылай болсын. Енді осыларды 7 нүктенің кесінді ұштары болатындай етіп жүргізуге болатын барлық мүмкіндіктер саны. Қараңыздар, бізде N барлығы бізде 7 нүкте, ал олардан кесінді жасау үшін бізде 2 нүктеден керек. Яғни K тең 2. Бізде өздеріңіз білесіздер, комбинаториканың 3 формуласы бар екендігін. Ол бізде P алмастыру, N факториал, және A орналастыру, NK. Оның формуласын жазып қояйын. N факториал бөлінген N минус K факториал. Және SNK деген бар. Ол бізде теру. N факториал бөлінген K факториал және N минус K-ның факториалы. Енді қараңыздар, осының қайсысына біз саламыз? Біз үшіншісіне салады екенбіз. Не үшін? Осыны көп оқушылар шатастырады. Қайсысына екендігін білмейді. Ең оңай жолы, қараңыздар,
барлық элементтің барлығы қатысатын болса, онда біріншісі формула алмастыруға саламыз. Мысалы 5 оқушының 5-еуінде кезекшілікке алып бару керек, немесе өзіңде жеміс жидек, мысалы 3 түрлі жеміс жидек бар, содан 3-еуінен де қосып бір салат жасау керек деген сияқты. Яғни барлығын қолданатын болсақ, немесе алмастыратын болсақ элементтердің барлығын, онда алмастыруға саламыз. Ал егер сол элементтердің ішінде қандай да бір бөлігін ғана қолданатын болсақ, онда аға немесе с-ға саламыз. Мысалы, мына есепті қараңыздар. 7 нүкте бар, бірақ сен кесіндіні сызу үшін екеуін ғана қолданасың ғой. Мысалы, AF деген кесінді. Түсіндік қой? Яғни бір кесінді салу үшін 7-еуінің барлығын емес, тек 2-еуін ғана. Яғни осындай бүкіл элементтің тек қандай да бір бөлігін ғана қолданатын есептерде осы А-ны немесе С-ны, яғни орналастыруды немесе теруді қолданамыз. Ал бірақ енді екеуінің қайсысы қай жерге? Ол енді орналасу ретіне байланысты. Егер орналасу реті маңызды болатын болса, жазып қойсайын, қызылмен жазып қойсайын, маңызды, орналасу реті маңызды болса, онда ол орналастыруға саламыз. Маңызды деп қойын. Ал егер орналасу реті маңызды емес, қалай орналасса да бәрібір сол мәнді беретін болса, онда ол теру болып табылады. Яғни бұл жерде маңызды емес. Мысалы, біздің жағдайда ол маңызды ма, маңызды емес па? Әрине маңызды емес. Не үшін? Себебі біз мысалы AF деген кесінді салатын болсақ, енді FA деп орындан ауыстырайық. Онда дәл сол AF болсын, FA болсын, бәрібір сол кесіндіні береді. Дұрыс па? Қалай атасаң да тура сол кесінді. Сондықтан да бізде маңызды емеске жатады. С-ға саламыз. Құрметті оқушылар, негізінде бұндайды анықтай алмайтын болсақ, ең оңай лайфхак, просто аға салып көр, ол шықпайтын болса с-ға салып көр. Екеуінің біреуі. Негізінде көп жағдайда екеуі де бір жауапта болмайды. Яғни бір вариантта болмайды. Өте аз кездеседі. Сондықтан да просто екеуіне салып көріңдер, қайсысы дұрыс болады, қайсысы жауапта бар, соны белгілеуге де болады. Біз енді әрине бірден білеміз, с-ға саламыз. С 7-де 2 тең болады 7 факториал, 2 факториал және 7 минус 2 факториал. 7 факториал. Қараңыздар, мына 2 факториалдың өзін жазып қоямын да, 7-ден 2-ні алсам 5 факториал. Мынау 7-ні біз 5 факториалға ұқсатып ашуымыз керек. 5 факториал, ар жағында 7-ге дейін бізде 6 мен 7 қалды. Астында 2 факториал және 5 факториал. 5 факториал мен 5 факториал кетеді. Үстінде 42 болды, ал астында 2 факториалымыз ол 2-ге тең. Сонымен 42-ні 2-ге бөлсем 21 вариант болады екен. 21-ге тең. Келесі. Төртіншісі. Сандар белгілі бір заңдылықпен орналасқан, сұрақ белгісінің орнындағы санды анықтаңыз. Айтпақшы, айта кетейін, жаңағы есепте мысалы сендер аға салып көретін болсаңдар, онда 42 деген жауап шығуы мүмкін. Иә? Аға салсаңдар 42 шығады. Бірақ дұрыс жауабы бізге с-ға салғандағысы. Себебі айттым ғой, AF немесе FA бәрібір. Екеуі де бір кесінді. Бізге айтып жатыр ғой, қанша кесінді шығады деп жатыр. Сол үшін ол 21. Ал қанша түрлі олар қайталанбауы керек деген сөздер қосылатын болса, онда біз әрине аға салатын едік. Түсіндік қой? Ал байқасаңыздар, 42 мен 21-дің арасы 2 есе. Не үшін? Себебі тура осындай AF, FA деп қайталанатын кесінділерді біз санамаймыз, тек біреуін ғана аламыз деген сөз. Яғни 42 емес, 21 деп аламыз. Төртіншісі, сандар белгілі бір заңдылық бойынша орналасқан, сұрақ белгісінің орнындағы санды анықтаңыз дейді. Менің ойымша бұл жерде былайынан орындалатын сияқты заңдылықтар. Мысалы, шарп көрейікші, мысалы 3 пен 2-ні қосайық, яғни алғашқы екеуін қосамыз да көбейтеміз 3-ге. Сонда 15 шығады екен. Екіншісін тексеріп көрейік, мысалы 4 пен 6-ны қосамыз, 10 болады, 10-ды 3-ге көбейтсек, бізде 30 шығады екен. Сонда мынаны шығарып көрейік енді. 5 пен 9-ды қосамыз, и көбейтеміз 3-ге. 5 пен 9-ды қосатын болсақ, бізде 14 болады. 14-ті көбейтеміз 3-ге, 42 деген жауап болады екен. В жауабы. Келесі, 5-ші есеп. Кестеде күн жүйесіндегі планеталардың сипаттамасы берілген дейді. Енді әрине қашықтығы. Бізге жер мен Нептунның арақашықтығын табу керек. Енді көзге әдемілеп салып көрсетейік. Мысалы, мынау күн болсын, иә? Жанып тұрған біздің күніміз болсын. Бізге енді барлық планетаның бәрін салудың қажеті жоқ. Жерді салайық, жап-жасыл қылып.
жер енді әрине жақын екенін білесіңдер ғой. Мынау жер. Арасы қанша екен? Күн мен жердің арасы бізде 149,6 деп жазып қоя салайық. Миллион километр екен. Ал енді Нептун. Нептунды қап-қарамен бояйық. Нептун енді алыста бізден қарағанда. Ол мен күннің арақашықтығы бізде кестеде бізде 4496,6 километр. Енді әрине бізге жер мен Нептунның арасы мына қашықтық керек. Оны табу үшін істейміз. Үлкеннен кішкентайын аламыз, иә. 4496,6-дан азайтамыз 149,6-ны. Есептеп көрейік. Қазір бір минут. 4496,6 азайтылған 149,6. 4347 шығар екен. 4347. Ондай жауап бар ма бізде? 4347 деген д жауабы бар екен, е? Д жауап дұрыс болады. Келесі, 6-шы есеп. Саяна, Нұргүл, Жанкүміс, Айнұр суретте көрсетілгендей орындарда тұр дейді. Егер Саяна мен Нұргүлдің арақашықтығы 7 метр болса, онда Айнұр мен Жанкүмістің арақашықтығын табыңыз дейді. Қараңыздар, негізінде бұны наугад белгілегеннің өзінде уже тауып қоятын есепті негізінде. 7 екендігін уже біліп тұрсыздар ғой. Себебі суреттің өзінде бірдей болып тұр суреттері, арақашықтықтары. Бірақ енді мен ағай ретінде сендерге оның дәлелін көрсетейін. Ол былай болады, қараңыздар. Мына бір нәрсені еске алайық. Хорда дегеніміз не? Кішкене теориядан айтып кетейін. Хорда дегеніміз шеңбердегі кез келген екі нүктенің арасын айтады. Мысалы, осы екі нүктені қосайық, Б деген хорда болсын, бізде. Енді центр деген ұғым бар. Центр ол әрине дәл ортасы. Осы центрден хордаға дейінгі қашықтық ол H болады. Мысалы, мынаны H деп аламыз. Есте болсын, қашықтық әрқашанда 90 градуспен түседі. Қашықтық әрқашанда 90 градуспен түседі. Сонда мынау қызыл сызықпен, яғни қашықтықты, мынау АВ деген кесіндінің арасы 90 градус міндетті түрде. Сонда қараңыздар, мынау бізде қашықтық ретінде пайдаланып тұр. Мынау сызық мысалы. Енді және тағы бір ереже бар, ол хордағына қақ бөледі. Кез келген жерде, кез келген осындай шеңберде центрден хордаға дейінгі қашықтық ол хорданы қақ бөледі. Сонда айта кетейін, мынау бізде 3,5 болып тұр. Мына бөлік. Мына бөлігі тағы да 3,5 болып тұр. Енді әрине ол бізге қатты маңызды емес біздің есепте. Біздің есепте мынау қашықтық қаншаға тең, мына қашықтықта тура соған тең екен. Байқасаңыздар, бізде теңдік белгісі көрсетілген. Сондықтан да қашықтықтар бірдей болса, хордалар да бірдей болады. Яғни мынау 7 метр болады екен. Тіпті ол мына жерде тұрсын. Тіпті ол мысалы былай салынған хорда болсын, мысалы былай салынсын. Егер оның қашықтығы мынау жаңа қашықтыққа тең болатын болса, онда бұл да 7 метр болады екен. Түсіндік қой? Яғни қашықтықтар бірдей болса, хордалар да бірдей болады. Сонымен бізде С жауабы дұрыс екен. Келесі. Берілген сурет бойынша ОА 2 метр дейді, ОБ 4 метр дейді. Енді қасиет үлкен шеңбер бойымен 3 айналым, ал самал кіші шеңбер бойымен 4 айналым жүгірген болса дейді. Онда қасиеттің барлық жүгірген жолы самалдың барлық жүгірген жолынан қаншаға артық екенін табыңыз дейді. Давайте бірінші жолды табу үшін шеңбердің ұзындығын білу керек. Шеңбердің ұзындығын жазып кетейін. С тең 2 пи р. Бұл бізде шеңбердің ұзындығы. Шеңбер ұзындығы формуласы. Енді әрине пидің орнына біз 3-ті қоя береміз. Бірінші қасиеттің шеңберін табайық. Сыртын қызылмен бояп қойын. Бұл қасиеттің шеңбері. Қасиеттің шеңбері. Әрине қасиеттікі сонда қандай болады екен? С1 деп қойық. Ол бізде 2. Пидің орнына мен 3-ті қоямын. Ал R-дің орнына қараңыздар. Оныңқы ұзынырақ, 4. Оның радиусы 4-ке тең. Сол үшін 4-ті қоямын. Арғарай сонда 2-ні 3-ке көбейтем 6, 6-ны 4-ке көбейтем 24. Бір шеңбердің ұзындығы, яғни үлкен шеңбердің ұзындығы 24 екен. Бірақ ол тек бір-ақ рет жүрген жоқ қой. Ол қанша рет жүрді? 3 рет айналым жасады. Сол үшін біз не істейміз? 24-ті 3-ке көбейтеміз. Бір айналым жасағанда 24 метр жүреді екен.
Ол қанша айналым жасаған? 3 айналым жасаған, сонда 72 метр екен. Келесі самалдікін көрейік. Самалдікі бізде көптен болсын, мына іш жағы. Самалдың шеңберінің ұзындығы С2 тең болады. Тура бағанағыдай формулада 2, пидің орнына 3-ті қоямын, ал r-дің орнына 2-ні қоямын. Себебі кішкентай шеңбердің радиусы 2-ге тең. 2. 2 мен 3 6 болады, 6-ны 2-ге бөлсем 12 метр екен. Былай қарап тұрсаң, бізде үлкендікі 24, кішкентайдікі 12, иә? 2 есе кішкентай. Бірақ ол самал қанша рет айналым жасаған екен? Бізде 4 рет айналым жасаған екен. Яғни 12-ні біз 4-ке көбейтеміз. 48 метр екен. Енді бір-бірінен қаншаға артық екендігін білу үшін просто азайта саламыз. Бұл жерде есе артық деп айтпаған. Егер есе артық десе, онда біз бөлетін едік. Бізде просто артық деген, сол үшін азайтады екенбіз. Яғни самал қасиеттің жүргенінен азайтамыз самалдың жүргенін. Примерно 24 метр болатын сияқты мен ойымша. 24 метр А жауабы. Келесі 8-ші есеп. 112 тонна жүкті 3 жүк машинасына артты дейді. Сонда екінші машинада біріншіге қарағанда 4 тонна жүк кем. Ал үшіншіге қарағанда 6 тонна жүк артық болды дейді. Екінші машинада қанша жүк болғанын табу үшін құрылған теңдеу. Қараңыздар. Давайте оны былай жазайық. Бірінші машина, екінші машина, үшінші машина. Бізде екінші машинаны бірден x деп аламыз. Не үшін? Себебі сұрақта бізде солай сұраған. Яғни екінші машинаны табу, екінші машинада қанша жүк болғанын табу деп тұр. Сол үшін біз оны x деп қоямыз. Енді оқып көрейік. Екінші машинада біріншіге қарағанда 4-ке кем дейді. Яғни 4-ке кем дегеніміз бірінші машинада ол x плюс 4 деген сөз. Ал үшіншіге қарағанда 6-ға артық десе, онда бұл x минус 6. Енді бұл жерде көп оқушы шатасуы мүмкін. Ағай, бірінші машинаға қарағанда 4-ке кем десе біз азайтпаймыз да десеңіздер, құрметті оқушылар, біз білуіміз керек. Кім кем? Екінші машина біріншіден қарағанда кем десе, оны қараңыздар, уже мынау азайтылып қойған. Мынаның өзі x болса, мынау уже x плюс 4 болады. Жақсылап ойлануымыз керек. Екінші машинада біріншіге қарағанда 4-ке кем деп тұр. Сонда кім аз бұл жерде? Бұл жерде екінші машина аз болып тұр. Бірінші машина көп болып тұр. Ал үшінші машина ол ең азы. Себебі қараңыздар. Міне екінші машина үшіншіге қарағанда 6 тонна жүкке артық. Үшіншіге қарағанда. Сол үшін мынау мысалы 10 болса, значит 4 деген сөз. Дұрыс па? 6-ға артық деген соны білдіреді. Сол үшін көп жағдайда артық дегеннің барлығы қосыла бермейді. Құрметті оқушылар, артық дегеннің барлығы қосыла бермейді. Кем дегеннің бәрі азайтыла бермейді. Ол салыстырмалы түрде. Просто логикалық түрде өзін салыстыр. Так, бізде екіншісін орташа шамада x деп аламыз. Сонда біріншісі кім болады бізде? Біріншісін азайтып жіберуіміз керек па, әлде қосып жіберуіміз керек па? Просто логика қараймыз. Екінші машина біріншіге қарағанда 4-ке кем. Егер бұны шатасатын болсаң, бұндай жерде, онда жаңағы екінші машина, бірінші машина дегендердің барлығына өзіңнің мысалы өмірінен мысал ала бер. Мысалы екінші машина дегеніміз ол мысалы Сәуле деген сенің подругаң болсын. Сәуле біріншіге қарағанда, яғни Аяжанға қарағанда 4-ке кем. Значит, Сәулеге біз x десек, Аяжанға біз қосуымыз керек қой. Себебі Аяжаннан ол қалып бара жатыр. 4-ке кем, ол қалып бара жатыр. Значит, Аяжан өсіп тұр деген сөз керісінше. Логикалық түрде қарама-қарсылық пайда болады. Түсініп тұрмыз ғой, яғни тіпті болмай жатса, өзіміздің өмірімізден аламыз кез келген сандарды. Сонда бізде жауап қандай болады екен? Жауап бізде мынау А жауабы дұрыс болады. А жауабы дұрыс болады екен. Так, одан кейін мынау С жауабы қате, Д жауабы қате, екеуі де плюс болып тұр. Мынау Е жауабы да қате. Сендер енді А мен Б-ны шатастырып алуларың мүмкін. Басқа енді А мен Б шатастырасыңдар. Артық десе қосылады деп ойлап, Б жауабын белгілеп қоймаңыздар, құрметті оқушылар. Бұның барлығы салыстырмалы түрде. Түсініп қой. Ал сонымен кеттік. Бір мысал ала кетейінші осыдан тағы да. Мысалы, менің балым Дастаннан қарағанда 10-ға кем. Мысалы, Райым ағайдың балы Дастаннан қарағанда 10-ға кем.
Сонда мысалы мен Райым ағайдың балын x деп алсам, Дастандікін не деп алуым керек сонда? Менікі Дастаннан қарағанда аз деп тұр. Бірақ мен Дастандікінен азайтып салмаймын ғой, 10-ды. X минус 10 деп қоймаймын ғой. Егер мен олай азайтып қойсам, Дастандікі аз болып қалады керісінше. Сол үшін кім көп, мен соған қосамын. Түсіндік қой? Яғни көп жағдайда осы жерде сіздер шатасасыздар. Бізде А жауабы болады. Келесі 9-шы есеп. Қораптағы шарлар саны бағанды диаграммада көрсетілген дейді. Қара түсті шар қораптағы барлық шардың неше процент дейді. Біз бірінші барлығын тауып алайық. Барлығы деп жазып қояйық. Барлығы ол бізде 10 қосылған 8 қосылған 10 қосылған 13 қосылған 9. Қоса салайық бізде қанша шығатындығын. 10 қосылған 8 қосылған 10 қосылған 13 қосылған 9. 50 болады екен, барлығы. Туп-тура 50 шар болады екен. Ал енді оның ішіне қара түстісі бізде 8. Процент табу үшін екі жол бар. Бірінші жолы пропорция құруға болады. Мысалы, 50 шар ол бізде 100%. Ал 8 шар ол бізде қанша пайыз? Осыдан x табуға болады. X тең сонда 8 көбейтілген 100 бөлеміз 50-ге. Мынаны қысқартып 2 тең 16 пайыз. Осылай тапсақ та болады. Немесе екінші жолы бар. Бөлік ретінде шығарамыз. Яғни 50-ден 8 деп аламыз. Барлығы астында тұрады, ал өзімізге керегі үстінде тұрады. Тура ықтималдылыққа ұқсайды. Бірақ бізді оны 100%-ға көбейтуіміз керек. Сонда оны 2-ге қысқартты, бәрібір қайтадан 16 шығады. Келесі 10-шы есеп. Бізде 12-де 2, 5-де 3, 13-де 2, 9-да 7, 7-де 9, 5, 6-да 5, 8-де 7, 5-де 6, 13 сандары облыс көлеміндегі шаруашылықтардың 2020 жылы дәнді дақылдардың 1 гектарынан алынған өнімділігін береді дейді. Берілген сандардың өзгеріс ауқымы. Өзгеріс ауқымы кейде өзгеру құлашы деп те келеді. Ауқымы немесе құлашы деп те келеді. Құлашы. Енді қараңыздар, ол енді барлық біледі деп ойлаймын. Максимумнан азайтамыз минимумды. Бір жаманы бұл жерде үтір нүкте дегендер нәрселерді шатастырып алуы мүмкін. Менің ойымша ең үлкені бізде 13-те 2. Басқасы келмейтін сияқты бізде. Ең үлкені 13-те 2. Ал ең кішкентайы бізде 5 сияқты. Одан кішкентайын көріп тұрған жоқпын менің ойымша. 5. Сонда 13-те 8-ден 5 алсақ, 8-де 2 деп шығады екен. С жауабы дұрыс. Келесі. 24 тонна жүкті 120 километр ұзақтығы жерге тасымалдау керек дейді. Қысқасы 24 тоннаны 120 километрге тасымалдау керек. Екі тасымалдау фирмасының біреуінің қызметін пайдалануға болады дейді. Төмендегі кестеде тасымалдаудың бағалары көрсетілген. Бағасына қарай арзан нұсқаны таңдап, тасымалдау бағасын анықтаңыз дейді. Давайте бірінші Озатпен есептеп көрейік. Озат деген компания бар екен. Қашықтыққа тасымалдау бағасы 10 километр үшін 1000 екен. 10 километрге 1000. Давайте бірінші біз бірінші кесте бойынша бағаны есептеп алайық. Бірінші кесте бойынша бүйтіп бөліп қоямыз да. Қараңыздар, 10 километрге 1000 екен. Сонда біз оны таза жолын табу үшін не істейміз? 12-ге көбейтеміз. Дұрыс па? Себебі 120 километр 10 километрден 12 есе артық. Сол үшін 1500 көбейтілген 12. Одан кейін барып, бұл енді тасымалдау бағасы. Енді жүк салымына байланысты ол да баға екен. 1 тонна үшін 700 теңге дейді. Бізде 24 тонна. Қосамыз, сонда 700-ді көбейтіп 24-ке. Мынау алғашқысы жолына қарай, мынау массасына қарай бағасы. 1500-ді көбейтеміз 12-ге, 18000 болады екен. 18000. Қосамыз, енді 700-ді 24-ке көбейтейік. 24-ке көбейтеміз. 16800 екен. 16800. Енді екеуін қосатын болсақ, 18, 16, 34800 болма? 34800 теңге. Озатқа кетеді. Ал енді көмек. Көмек қолын созатын көмек компаниясы. Ол енді әр 10 километрге 1400 екен. Сонда 1400-ді көбейтеміз біз 12-ге. Қосамын, енді әр тоннаға 800.
800-ді көбейтеміз кімге? 24-ке. Сонда 1400 көбейтілген 12 бізде 16800 болады. 16800 теңге. Қосамыз енді 800-ді көбейтеміз 24-ке. 19200 дейді. 19200. Так, бұл жерде 36000 шығатын сияқты. 36000 теңге шығады. Сонда енді тиімдісі керек бізге, сонда ол 34800 теңге. Өзі екі ақ вариант. Арзаны бізде 34800 жауап дұрыс болады. Құрметті оқушылар, егер қысқасы лайк басып, подписаться етіп, әрине қолдап кетіңіздер, себебі бұл ұбт-ға дайындау орталығы онлайн. Жалпы менің жеке инста парақшама жазылып қойыңдар, тиктокта да пайдалы контенттер салып отырам. Егер сен математикалық сауаттылықтан жалпы ары қарай да нұсқа талдаулар шыққанын қаласаң, достарыңа таратып қой. Комментарий жазуды ұмытпа. Так, сонымен 12-ші есепке келдік. Бірінші суретте берілген цилиндр, мынау алдыңғы талдауларда болды деймін мен онша. Бірінші суретте берілген цилиндрдің пішінде ыдыс толығымен суға толып тұр дейді. Мынау сонда бірінші суреттегі цилиндр суға толып тұр. Енді биіктігі мен табанды радиусы цилиндрінің бірдей болатын конус екінші суреттегідей цилиндр ішіне төңкерілген ыдыстағы бір шама су төгіліп қалды дейді. Қысқасы басында цилиндрдің тұр етсенде, ішінде тола су бокалдың ішінде. Сен оған барасында конусты саласың. Әрине ол сулардың бәрі төгіліп қалады. Ар жағында қалған су көлемін тап дейді. Жалпы қалған су көлемін қалай табамыз? В қалған деп қойын. Логиканы бірінші құрып алайық. Ең бірінші мен цилиндрдің көлемін тауып алам, яғни общий көлемді. Содан азайтамын жаңағы ішіне батқан конустың көлемін. Мысалы былай ғой, цилиндрдің, мен ойша айтамын, цилиндрдің көлемі мысалы 100 болса, біз оған конусты 50 болатын конусты салатын болсақ, қалғаны қанша болады сонда? Ар жағында 50 қалады. Егер 80 салатын болсақ, онда 20 қалады ар жағында. Яғни бос кеңістік бізде 20. Так, цилиндрдің формуласы қандай бізде? Бірінші. Цилиндрдің формуласы жазып қоя салайын. Πr квадрат h. Πr квадрат h. Енді r-іміз бізде мына жерде тұр, дайын тұр бізде 15 см. R тең 15 см. Ал h-ымыз бізде 50 см екен. H тең 50 см. Орнына просто қоя саламыз. Сонда көлем тең болады π r-ің квадраты 15-дің квадраты көбейтеміз 50-ге. Так, 15 квадраттап бөлейік. 15 көбейту 15 көбейтеміз 50-ге. 11250. 11250 π сантиметр куб болады өлшем бірлігі. Ал енді екіншісі. Конустың көлемі қандай? Конустың көлемі жазып қоя салайын, ол бізде πr квадрат h тура осындай, бірақ алдында 3-тен 1 болады. Тура осындай, бірақ алдында 3-тен 1. Енді қараңыздар, оны қайтадан есептеп жүрудің қажеті жоқ. Тура сол радиус, тура сол биіктік. Бірақ просто алдында 3-тен 1. Сонда біз былай істесек болады ғой. Конустың көлемін табу үшін жаңағы 11250 пиді көбейтеміз 3-тен 1-ге. Яғни дайын тұрған мынаның орнына 11250-ді қоя саламыз и 3-тен 1-ге көбейтеміз. Немесе былай ойлаңыздар, 3-тен 1 деген сөз просто 3-ке бөлемін деген сөз. Сонда 11250-ді 3-ке бөлеміз. 11250 бөлемін 3-ке 3750 екен. 3750 пи. Пиін ұмытпаймыз. Бұл конустікі. Енді не істеу керек? Екеуін бір-біріне азайтуымыз керек. Сонда қалғанын табу үшін 11250-ден азайтамыз 3750 пиді. Так, 11250 азайтамыз 3750. 7500 қалады екен. 7500 пи қалады екен. Енді әрине араларыңызда математикадан жақсырақ оқушылар айтуы мүмкін сразу. Ағай, мысалы, просто πr квадрат h-тан азайтсақ 3-тен 1 πr квадрат h-ты, онда просто 3-тен 2 πr квадрат h шығады ғой. Осылай түрлендіріп, осыған салассақ болатын еді ғой деп айтуы мүмкін. Әрине, қандай жолмен шығарсаң да бәрібір, бірақ менікі сәл түсініктірек болды деп ойлаймын. Енді,
трактор бригадасы егістік жерді жоспар бойынша 14 күнде жыртып болуы керек еді. Жоспар бойынша 14 күнде. Бригада күн сайын жоспардағыдан 5 гектарға артық жыртқандықтан жер жыртуды 2 күн бұрын аяқтады дейді. Егістік жердің ауданы. Окей. Давайте былай жасайық. Бізде бұндай есептерде былай жасаймыз негізінде. Негізгі деп қояйық. Яғни жоспар бойынша негізінде қандай еді? Негізгі жоспар бойынша бізде күніне x деп қояйықшы. X ол бізде күніне жыртылатын. Күніне жыртылатын гектар деп қояйық. Га деп қоя салайын. Яғни мысалы күніне мысалы саған бастығың айтады 8 гектар жыртыңдар десе, значит біздің x-іміз 8-ге тең. Бірақ белгісіз қазірше. Ал енді уақыт бойынша қандай еді? Уақыт бойынша 14 күн еді. Бір қуантатын жағдай бұл негізінде. Уақыты беріліп қойған. Кейбір есептерде уақыт та бермейді, яғни екі нәрсе бермейді. Бізде біреуі ғана берілмеген, просто күніне қаншадан жасау керектігі берілмеген. Ал уақыт ол 14 күн. Келесі, шын мәнінде немесе ақиқатында мынандай болған. Ақиқатында ол 5 гектарға артық жыртқан, яғни бұл жерде енді x қана емес, x плюс 5 деп аламыз. Жыртады деп қояйық. Қысқасы жыртып жүріп жыртқан ғой. 2 күн бұрын аяқтады. 2 күн бұрын десе, онда мынау Т1 деп қояйық. Мынау Т2 ол бізде 12 күнде бітіп тастайды. Бұрын десе азайтамыз. Енді осы жерде егістік жердің ауданын табу үшін бізге міндетті түрде x керек. Теңдеу құрамыз, иә? Теңдеу құрамыз. Қараңыздар. Бізде жалпы өнім деген нәрсе бар. Жалпы өнім. Жалпы өнім дегеніміз енді түсінікті тілмен айтқан кезде пайда. Общий қанша пайда түседі бізге. Жалпы өнімді былай табамыз. X-ті көбейтеміз 14 күнге. Түсінікті ғой? Күн сайын мысалы 8 гектардан егетін болсаң, онда 14 күнде қанша болады? 8-ді 14 көбейтесің. Дәл сол сияқты, мысалы, сен күніне 5 теңгеден табасың дейді саған. Мысалы, машина жусаң 5 теңгеден табасың, 30 күнде сонда 150 мың. Яғни общий пайда. Сонда общий пайданы табу үшін не істейді екенбіз? Біз көбейтеді екенбіз. Уақытын және күніне істейтін гектарды көбейтеміз бір-біріне. Дәл сол сияқты, екінші жағдайда да бізде x плюс 5-ті көбейтеміз 12-ге. Және екі жағдайды бір-біріне теңестіреміз. Себебі қандай жағдай болсын, негізгі жоспардағыдай жағдай болсын, ақиқат өмірдегі жағдай болсын, бәрібір қай жағдай болса да сол гектарды, сол жер ауданын біз бітіруіміз керек. Дұрыс па? Сондықтан да теңестірдік. Енді ары қарай осы теңдеуді шешсек жеткілікті. 14x тең болады. Мына жақшаны ашатын болсам 12x қосылған 60. 12x былай өтеді. 2x болады. Тең болады 60-ға. X тең 30-ға болды. Сонда күніне ол 30 гектар жыртуды жоспарлаған екен басында. Ал енді маған егістіктің жер ауданын табу үшін просто 30-ды көбейтеміз кімге? 14-ке. Яғни бастапқы уақытқа. Так, сонымен 30-ды көбейтсек 14-ке бізде шығады екен 420 гектар. 420 гектар шығады екен. Міне, е жауабы. Келесі, берілген кестеде заттың саны мен оларға төленген ақшасы көрсетілген дейді. Бірінші заттың бағасы, екінші заттың бағасының қандай пайызын құрайтынын анықтаңыз. Так, түсінікті. Біз бірінші заттың бағасын тауып алайық. Мысалы, сенің мамаң барады да 11 дәптер сатып алады дейді. Дәптер емес енді, жарайды, сағыз дейміз ба, не істейміз? Сәл арзандау болайық, сағыз. Біріншісі сағыз болсын. Ол сағыздың бағасын табу үшін просто общий сумманы, яғни 165 теңге кетті ғой, бөлеміз 11-ге. Еще бізде ол бөлінсе, бөлінбеуі де мүмкін ғой. 165-ті бөлеміз 11-ге. Бөлінді, нормально бөлінді, 15 теңге екен. Сонда 15 теңге, бір сағыздың бағасы 15 теңге. Келесі екінші затымыз. Мысалы, сәл қымбаттау не болсын, чупа-чус болсын ба, орбит деп қойсалайғы. Чупа-чус мысалы. 540-ты бөлеміз кімге? 27-ге. 27 чупа-чус алады екен. 540 бөлінген 27. 20 теңгеден алады екен. 20 теңгеден.
Енді саған айтады, бірінші заттың бағасы екінші заттың бағасынан қандай пайызын құрайды. Қараңыздар, бұл жерде көп оқушылар шатастырады. Бұл жерде пропорция құрастырамыз, бірақ кімді 100% деп аламыз, сол маңызды. Кімді 100% деп аламыз? Сағызды 100% деп аламыз ба, әлде чупа-чупсты 100% па? Бұл жерде кіммен салыстырып жатырмыз, соны ойланайық. Қараңыздар, бірінші затты екінші затпен салыстырып жатыр. Дұрыс па? Бірінші заттың бағасы екінші заттың бағасының қандай пайызы деп тұр. Сол үшін біз екінші затты 100% деп аламыз. Түсіндік қой? Яғни 20 теңгені біз 100% деп аламыз. Яғни общий. Ал мынау 15 теңгелік сағыз, оның қанша пайызы? Яғни x. Осылай құрастырамыз. Ал егер керісінше екінші заттың бағасы бірінші заттыкімен салыстырғанда қанша пайыз десе, онда біз не істейтін едік? Бірінші затты 100% деп алатын едік. Бірақ не болады бұл жерде? Енді бізге екінші заттың бағасының қандай пайызы десе, онда біз екінші затты кім деп аламыз? 100% деп аламыз. Яғни 20 теңге ол бізде 100%. Сонда x табатын болсақ, 15-ті көбейтеміз 100-ге, бөлеміз 20-ға. Мынамен қысқарады 5, сонда 75% екен. Сонда сағыз чупа-чупстың 75%. Ал енді ағай, керісінше шығарсақ сонда қате шыға ма десеңіздер, иә, қате шығады. Мысалы, біз сағызды керісінше 100% деп алып алып, ал 20 теңге орбит чупа-чупсты x деп алатын болсақ, онда бізде басқаша шығады. 20 көбейтілген 100 бөлеміз 15, уже 100-ден асып кететін сан шығады. 20 көбейтілген 100 бөлеміз 15, 133% болып кетті бізде. Көрдіңіздер ма? Енді сондықтан да кіммен салыстырып жатыр, соны 100% деп аламыз. Ұмытпаймыз, е? Мынау жол қате уже. Келесі. Төмендегі сурет бойынша аудандары тең шамалас фигуралар табыңыздар дейді. Құрметті оқушылар, бұны шығарудың екі жолы бар. Бірінші жолы кәдімгідей аудан табу, екінші жолы формула пика деген пиканың формуласы бар. Мен сіздерге сол екінші жолды көрсетейін. Бірінші жол енді әрине сәл ұзақтау, сондықтан екінші жол өте оңай және есте тез қалады. Ол формуланы қалай бізде? Ол формула бізде мынандай: S тең A қосылған B бөлінген 2 минус 1. Бұл, жазып қойыңыздар, формула пика. Пика формуласы. Енді A дегеніміз не? A дегеніміз ол ішіндегі қиылысу нүктелері. Ішіндегі қиылысу нүктелері. Ал B дегеніміз шекарадағы қиылысу нүктелері. Оны былай түсіндірейікші, мысалы. Мысалы, бірінші дененікін салыстырайық. Есептейік. Бірінші дененікі A дегеніміз ол ішіндегі қиылысу нүктелері. Қиылысу дегеніміз, мысалы, мынау клетканың қиылысуын осыны санаймыз. Яғни біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Тек қана қиылысу нүктелері. Яғни дәл былай екі сызық қиылса ма, соны санай береміз уже болды. Бірақ ол ішінде болу керек тек қана. Сонымен қанша болды? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Болды. A бізде 20 екен біріншісінде. Ал енді B-ны табайық. B ол шекарадағы қиылысу нүктесі. B деп қояйық, шекара. Яғни сызығының үстінен санаймыз. Оны мысалы мен көкпен санайық. Так, мысалы, мынау біреу, мынау екеу, так, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, так, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Мынау B 18 болды. Енді қараңыздар, байқасаңыздар, мен мынаны санаған жоқпын мына жердегі мысалы. Мынаны санаған жоқпын, мынаны санаған жоқпын. Не үшін? Себебі дәл ондай нүктелер сызық, мынандай екі сызықтың қиылысуында жатқан жоқ. Бізге именно сол шекарасы тура осындай қиылыс нүктеде жату керек. Мысалы, мынау шеткі нүктесі сияқты. Немесе мыналар сияқты. Тура осы қара сызығы жату керек. Түсіндік қой? Енді орнына салайық. Сонда бірінші ауданымыз бізде трапециянікі қандай болады екен? A дегеніміз 20,
қосылған 18 бөлінген 2 азайту 1. Мынау бізде 9 болады. 29, 28 болды бізде. Сонда мынаның ауданы 28 екен. Енді математиканы жақсы шығаратын оқушылар бұның негізінде олай санап отырмай, просто трапецияның ауданына, үшбұрыштың ауданына сала беруге болады. Бірақ енді нашар оқушылар, просто санай салған дұрысырақ болады. Ал кеттік. Екіншісін салайық, А-ны. Ішіндегісін санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Мынаған теспейміз. Ол шекарада жатыр. Так, сонымен бізде 5, 6, 7, 8, мынамен 9 болды. Ішіндегілер 9 екен. Так, ішіндегілер 9. А 9 деп қоямыз. Ал енді Б шетіндегілері. Оны мені қызылмен көрсетейін, шатастырмас үшін. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Б 16 екен. Ал енді табайық. С тең 9 қосылған 16 бөлінген 2 азайылған 1. Ал бізде 8 болады. 9-ға 8 17, анамен 16 болады. Сонда мынаның ауданы 16. Келесі үшіншісін көрейік. Үшіншісі бізде А-ны табайық, ішіндегісін. 1, 2, 3, 4, 5, мына жерде жатады, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. А 26 екен. Енді Б-ны табайық, шекарадағыны. Шекарадағысын қарамен көрейік. 1, так, одан кейін бар мыналар саналмайды. 2, 3, 4, 5, так, мыналар саналмайды. 6, 7, 8, 9, 10. Мына жақтар санамаймыз, уже 10 болды сонымен. Б бізде 10. Сонда орны қоятын болсақ, С тең 26 қосылған 10 бөлінген 2 азайту 1. Тең болады бізде. Так, мынау бізде 5 бола ма? 30 деген жауап болады екен. Мынаның жауабы 30. Келесі. Бізде әлі бірдей тең шамалас жоқ, Келесі мынаны көрейік. Төртіншісін. Төртіншісі бізде А-ны санап көрейік. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24. Келесі енді сыртындағын санайық. Іш пыстырады, бірақ енді әрине саған 1 балл қосып беретіндіктен мен ойымша шатаспайсың. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 болды сонда бізде, тақсан шықты. 7 болды. Енді қойы орнына С тең сонда 24 қосылған 7 бөлінген 2 азайту 1. Мына бізде 3 жарым болады. 24-ке 3 жарым болса 27 жарым, анамен 26 жарым болады екен. Келесі 5-шісін тексеріп көрейік. Енді әрине 5-шісі біреуіне, алғашқы 4-еуінің біреуіне тең болу керек. Ато болмайды енді. Так, А-ны шығарып көрейік. 1, 2, 3. Так, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Так, 24, 25, 26. Келесі бұны санап көрейік. Шетіндегісіне. Так, біреу, одан кейін бар мына жерде қиылыспайды. Мына жақта қиылсам қиылыспай ма, соны білмей тұрмын. Екеу жарайды мақұл. 3, сосын барып 4, 5, 6, 7, 8. Енді примерно алдық мына жақта енді. 26 қосылған 8 бөлінген 2 азайту 1. Ал 4 болады. 26-ға 4 қосамыз. 30, 30-дан 1 алса 29. 29 деген вариант бізде болды ма? Тоқтай тұрыңдар, болған жоқ,
29 болған жоқ бізде. Так, значит бізде кейбіреулері қате болды. Қайсысы екен? Осы ромбыдан сәл шатасып отырмыз. Мына жерде мына нүкте ішке кіріп кететін сияқты менің ойымша. Яғни мынау 27 болады уже. Мына нүкте кіріп кетеді ішіне. Так, басқа жоқ бізде, мына жақта қиылысатын жоқ. Келесі, мына жерде ше. Мына нүкте де ішке кіріп кететін болса. Так, одан кейін барып мына нүкте де кіріп кететін болса ішіне қарай. Так, енді санап көрейікші. Енді санап көрейік. Сонда бізде біреу, екеу, үшеу кіріп кетсе 29 болады. Ал анау төртеу, шетіндегі төртеуі тұра берсін. Ол төртеу болады енді. Енді көрейік. Так, сәл шатасып қалдық мына жерде. Так, 1 минут. Мынаны сәл өшірейін, көрінбей тұр екен. Так, бағана 26 болды, енді біз оны 29 деп аламыз, себебі 3 нүктені кіргіздік. Ішке қарай 29, ал анау төртеу болады. Так. Болды деймін, иә. Санақшы, біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Аха. Ана төртеу, сонда 29 қосылған 4 бөлінген 2, азайту 1, тең 30 болады. Болды. 30 деген сонда 5-ші фигура мен 3-ші фигура. 5 пен 3 деген А жауабы екен. Бұл енді ПК формуласын қолдану арқылы. Енді әрине оңай, себебі бір рет үйреніп алсаңдар, ары қарай тек санап отырасыңдар. Но енді кәдімгі шығару жолымен үйретіңіз дегендер болса, мен оған көрсетейін. Уақытты көп алды деп ойлап қалмаңыздар енді. Үйрету парызым. Мысалы, трапецияның ауданын қалай табамыз? Трапецияның ауданы А қосу Б бөлінген 2 көбейту H. Дайын формуласын білетіндер онда сразу шығарады. А, Б дегеніміз ол үстіңгі мен астыңғы табандары. А деген бізде 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке тең. Б деген 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Б 9-ға тең. Ал биіктік 1, 2, 3, 4-ке тең. Орны қойсам, трапеция ол бізде, так, үстіне 5 болды ма бізде? 5 қосылған 9, бөлінген 2, көбейтеміз 4. Қысқарады 28. Тура бағанағы уже шама шықты 28 деген. Ал енді үшбұрыштықын қалай табамыз? Үшбұрыштықы табаны мен биіктігі болса болды. Үшбұрыштықын табу үшін 2-ден 1 AH. H дегеніміз бізде енді кімге тең? 4-ке тең ғой. 1, 2, 3, 4. Ал H тең 4-ке тең бұл жерде. Ал H A 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A 8-ге тең. Ол астындағы табаны мынау. A дегеніміз. Орны қоятын болсам 2-ден 1, 4, 8 қысқаратын болса 16 болады, 16. Бағана 16 болып шықты ма бізде? Что-то есімнен шығып кетті. Үшіншісі, трапеция бізде 30 болу керек. Ал енді трапецияны қалай табамыз? Трапецияны табу үшін просто 4 бұрыштарға мен 3 бұрыштарға бөліп тастауымыз керек. Яғни былай бөліп тастайық. Мысалы, мынау осылай бөліп тастайық. И былай қарай бөліп тастайық. Міне. Осы 5 фигураны қосайық. Мысалы, мынау ортасындағысы. Мына жағы 3-еу, 4 бұрыш қой. Ортасындағысы 4 бұрыш бізде. 3 көбейтеміз қаншаға? 1, 2, 3, 4, 5, 6-ға. Ортасының ауданы бізде 18 екен. 18. Ал енді шетіндегі бір үшбұрыш табайық. Ол үшбұрыштікі бізде қаншаға тең? Үшбұрыштың ауданын жазып қоя салайын. S тең A, B бөлінген 2. A дегеніміз бізде 2-ке тең, B дегеніміз 3-ке тең. Сонда 2 көбейту 3 бөлінген 2. 3-ке тең. Бірақ онда үшбұрыштан қанша бар бізде? 4 бар ғой. Мынау. Сонда 14-ке көбейтем, 12-ке тең. Екеуін қоссақ бәрібір 30 шығады. Түсініп қой, яғни бұны кәдімгі геометриямен де шығарсақ болады, немесе пикамен шығарсақ болады. Тура осыны мысалы былайда мына 4-шісін шығарып көрейік. 4-шісі мысалы оны бөлік деп көрейік. Былай бөлік десек болады, мысалы, одан кейін былай бөлік десек болады. Одан кейін тағы да былай бөлік. Так, мынаны енді бөліктеу қиын болатын сияқты. Сондықтан пикаға салған дұрысырақ мына 4-шісін. Ал енді 5-шісі.
Бесіншісі өте оңай. Просто 4 үшбұрыш қой бізде. 4 үшбұрыш. Соны біреуін тапсақ жеткілікті. Тура мына формаға саламыз. Сонда S үшбұрыш тең. Мына катеті 3-ке тең. Ал мына катеті 1, 2, 3, 4, 5. 5-ке тең. И бөлеміз 2-ке. 7,5. Бірақ ондайдан қанша бар? 4-те бар. 4-ке көбейтем, сонда 30 болады екен. Тура бағана пиканың шығарған мәні осылай 3 бұрыш, 4 бұрыш ретінде де шығарсақ тура шығады екен. Так, сонымен бізде жауабы бәрібір А болды. Құрметті оқушылар, YouTube каналға жазылып кет және ұбт тапсыратын достарыңа тарат. Контент ұнады деп ойлаймын. Комментарийға өз ойыңды белгілеп кет.